Кайырлы күн құрметті біздің кішкентай ғана бүлдіршін балдырғандар, балапандар және мектеп жасындағы оқушылар. Біздің Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасында өте қызықты кітаптар көп, ғажап ғаламат кітаптар бар. Осы кітаптар арқылы сіздер біздің кітапханадан әлемді, қоғамды барлығын танып білетін боласыздар. Бізде әсіресе кітаптардың сөйлейтін кітаптар да бар. Құрметті ата-аналар, балаларыңыз болашақта білікті, білімді, тәлімді, тәрбиелі, ел мақтанышына айналар, жан-жақты, толыққанды дамыған тұлға болып қалыптасу үшін, азамат болу үшін кішкентай кезінен бастап біздің кітапханаға әкеліңіздер және балаларыңыз кітап оқысын. Бізде бүгін кітап әлеміне саяхат атты айдарымызда ертеде деген керемет ертектерге толы кітап. Бұнда бұл кітапта беретін тәлім тәрбиесі өте көп. Бүгін құрметті балдырғандар, алтын асық деген тамаша ертегіні сіздермен бірге оқығанды жөн көріп отырмыз. Баяғыда Дастан деген бала өмір сүріпті. Жасынан кедейліктің тауқыметін тартқан ол бір байға жалданып күнін көріпті. Қыс түссе байдың қорасын тазалап, отынын жарып, суын әкеліпті. Жаз шықса қойын бағыпты. Бай ол бағып келген қойды күнде санап түгендеп отырады екен. Бірде кешкілік мал ауылға келген кезде бай әдетінше санап шығып, бір қойдың жоқ екенін айтады. Сөйтіп Дастанға дұрыс бақпадың деп ұрсып, сабап, оны үйінен қуып жібереді. Барар жер, басар тауы жоқ Дастан, қайда барарын білмей, басы ауған жаққа қаңғып келе жатады. Бір кезде алдынан үңгір кезігеді. Үңгірдің түбінен жылтылдаған жарық көрінеді. Ол жақындап келіп қараса, жарқырап жатқан асық екен. Бірақ ол жай асық емес, алтын асық болып шығады. Дастан асықты қолына алса, ол адамды жатылғатады. Мен сенің барлық тілегіңді орындаймын. Бірақ сен мені ешкімге көрсетпе, және мен туралы ешкімге сөз шығарма. Әйтпесе, менің бойымдағы қасиеттің бәрі өшеді. Сол кезде Дастан, ендеше мен байдың бір қойын жоғалтып алдым. Соны тауып берші дейді. Сонда асық қойды байдың өзі сойып, жеп қойғанын, оны ақымақ көріп қуып жібергенін айтады. Дастан оны естіп, жылап қоя береді. Сен неге жылап отырсың? Деп сұрайды асық. Дастан өзінің кедей екенін, ешқашан тойып тамақ ішпегенін, басында баспанасы жоқтығын айтып, мұңын шағады. Алтын асық қолма-қол үлкен үй тұрғызып, алдына неше түрлі дәм қояды. Дастан үйге кіріп, жылынып тамаққа тойып алады. Содан бастап Дастан алтын асығының арқасында кедейліктен құтылып, бақытты өмір кешіпті. Ал енді құрметті балдырғандар, тағы да бізде керемет ертегілер бар. Ол ертегілерді біздің кітапханадан, ұлттық бөлімден алып оқуларыңызға болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.